Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін ең оңай және ең тез жасалатын драники, яғни картоптан котлет жасайтын боламыз. Бізге керекті ингредиенттер пияз, картоп, дәміне қарай тұз, бұрыш және де жұмыртқа керек болады. Ең алдымен біз пиязымызды алып, майдалап турап аламыз. Драникиге, яғни котлетке майдалап тураған жөн. Құрметті көрермендер, менің каналымда оңай рецепттер өте көп, кіріп жасасаңыздар болады, және де маған қолдау көрсетіп отырсаңыздар, мен өте қуанышты боламын. Мен драникиді жасап жүргеніме осы рецептпен 3-4 жыл болып қалды. Сіздер де міндетті түрде жасап, ғашық болыңыздар. Мен осы рецептке өз басым ғашықпын. Өте тез дайындалады, әрі өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұны кешкі асқа жасаған болатынмын. Өте тез дайындалғандықтан мен осы рецептті жақсы көремін. Ендігі кезекте картопымызды осылай орташа көздегі күштен өткізетін боламыз. Қатты үлкен болып кетпесін, өйткені біздің котлетімізге бір түрлі болып қалады, сондықтан майдалау болса жақсы болады. Міне менің картоптарым осылай күштен өтті, тым үлкен, тым кішкентай емес, орташа көлемде өтті. Барлығын біріктіретін боламыз. Барлық картопты осылай күштен өткізіп шығамыз. Келесі кезекте үстіне 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және де қосымша дәмдеуіштерді салсақ болады. Енді барлығын бір араластырып аламыз. Жақсылап араластырыңыздар, өткен тұз, бұрыш және пияз барлығы бірігуі керек. Қызып тұрған табанның үстіне майымызды құйып, май қызғанша күтеміз. Май қызғаннан кейін жаңағы котлетімізден бір ас қасықтан сала отырып, орташа отта қақпағын жауып отырып пісіретін боламыз. Міне осылай қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Осылай оп-оңай болып дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған бұл рецептте дәмі де өте қатты ұнайды. Сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.